Яғни бұл керемет күні, керемет кеш өтіп жатыр. Мынау қасиетті, киелі, қара шаңырақ, алтын үй бітіру кештерін және 11 жыл бойы оқыған яғни нәтижелерін бүгінгі аттестат алған күндеріңіз құтты болсын. Не дейін, бірінші байлық денсаулық дейді ғой, бірінші денсаулық болсын барлықтарыңызда. Және де мынау өмірде мынау алып жаңағы мынау өмір деген кеме бар, кемеге мініп алтын ұядан ұшқалы отырсыңдар. Құдай қаласа алдарынан не деген толқындар кездеседі, үлкенді кішілі. Ешқашанда мойымаңдар, жасымаңдар, бар болсаңдар тасымаңдар, жоқ болсаңдар жасымаңдар, күш қайратты болыңдар. Мынау оңтүстік Африканың жаңағы білесіздер, тарихтан 8-ші президенті қара нәсілі кім маман демеді, кім еді? Содан сұраған екен жетістікке жетудің шыны не деген кезде. Сонда айтқан екен, жетістікке жету ол байлық, ақша, дүние емес депті. Жетістікке жету ол адамның борышын орындау депті. Сондықтан Түлектерімізге тек қана жақсылық тілейміз. Алдағы армандарына жете беріңдер. Армандарын ашық, мақсаттарын биік болсын, бірақ сол шыңдарға жету үшін адамның ішіндегі мен деген сезім болады. Соны жоғарламаңдар еш уақытта. Әрине, мамандық таңдаудан жаңылыс шығу керек. Оны 1 жыл, 2 жылдан бері айтып келіп жатырмыз. Сол мамандықты өздеріңіз сүйетін мамандыққа түсіп, соның жемісін көріңдер Құдай қаласа. Абай атамыз айтқандай, сенде бір кірпіш дүниенің тетігің бар, тапта бар қалар дейді ғой. Әрбірін осы өмірде өз тетіктерін тауып, қаланып өмір сүріп кетіңдер. Сендердің биік жерге жетулерің әрине ата-аналарының бірінші қуанышы. Шеттер көп негізі тілектер естеріне ала бермейді ғой. 10 жылда, 15 жылда, 20 жылда еске түсуіміз мүмкін. Бірақ әрбір сөз айтылған сендер сол өмірге қаланып кетулерің үшін жасалған осы мұғалімдердің, осы мектеп ұжымының тәрбиесі деп біліңдер. Оны ұмытпаңдар. Тек қана жақсылық тілеймін, ата-аналардың сенімін ақтаңдар. Сендерге ақ жол. Дорогие наши выпускники, от всей души поздравляю вас сегодня с окончанием школы и получением аттестата зрелости. Каждый из вас сейчас стоит на пороге взрослой жизни. Многие из вас поступят в университеты, кто-то поступит в колледжи, а кто-то пойдет работать. Это не главное. Главное, чтобы каждый из вас нашел свое место в жизни, то есть нашел свое любимое занятие. Конечно, будут всякие трудности на пороге, да, на пути. Никогда не отчаивайтесь. Слушайте свое сердце, свой внутренний голос. И внутренний голос вам никогда не подведет. Не забывайте своих школьных друзей, своих учителей. Спасибо вашим родителям, что они вас вырастили такими красивыми, здоровыми, смелыми. Спасибо Слободскую школу. Спасибо нашим учителям, что они вас снабдили таким огромным багажом знаний, который вам пригодится в жизни. Пожалуйста, не останавливайтесь на своем пути, приумножайте свои знания, обогащайтесь и становитесь настоящими мастерами своего дела. Добрый путь, дорогие наши выпускники! Дорогие ребята, сегодня вы покидаете родную школу. И все, что вас ждет во взрослой жизни, теперь зависит только от вас. Здесь вас научили быть искренними, доброжелательными, самостоятельными, ответственными, отзывчивыми.
очередь дружить, отстаивать свое мнение, любить науку, бережно относиться к знаниям, то есть дали основу того, что без чего не может человек стать настоящим человеком, а именно человеком с большой буквой. Пожелаем вам не растерять все это, а приумножать, с годами все это приумножать, воспитывать в себе лучшие качества. Желаем, чтобы ваши мечты исполнялись. Удачи вам, везения, новых достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни. Добрый путь, дорогие ребята! Әсіп сын жетекшілерді орындарына отыруды сұранамыз. Да, вот молодцы. Туған жерге ту тігетін азаматтарымыз көп болсын. Біздің болашағымыздың жарқын болуы сіздерге байланысты. Жастар, естіп жатсыңдар ма? Аман. Біздің барлық болашағымыз сендерге байланысты. Сендер мықты болсаңдар, біз мықты боламыз. Сендер қалжырасаңдар, біз де қалжыраймыз. Давайте біз мықты болайық. Солай ғой? Марсель мен ойлап едім шығады деп. Что-то не ожидала. Бәсе, Пегасол? Жасмина қайда? Біздің республикалық жетістігі бар. Біздің спортсменка. Бәсе, туын жоғарға көтеріп жүрген қыздың біреуі бұл. Біздің мақтанышымыз, гордость нашей школы. Правильно? Ұстазым ардақтымыздың аяуларын Ұстазым ардақтымыздың аяуларын мен сенің құдіретіңде. Ұстазым гүлдей жайнап жарқырай жер, көрмесең алып. Ұстазым бірлігінен айналайын, ұстазым тәрбиесінен. Ұстазым сыныптастар бір отбасы, артықтан аттарын аялайын. Мен мектепте болсын, 11 жыл оқымасам да, 10 класқа келгенде ұстаздарым Айша апайым, Айгүл апайым, Ғали апайым, Малик апайым. Біздің еркелігімізді көтерді, халықтың көтерді. Апай сіздерге шын жүректен алғысымды білдіремін. Және 96 елде. Сіздерге апай қарамашылық табысымен әрқашанда күнделеріміздер Құда қаласа 10 жылдық 5 жылдықта келісіміз міндетті түрде артымызда өсіп келе жатқан біз секілді оқушыларды кәсіпкер шығара беріңіздер. Біз сіздермен мақтанамыз. Para
құрметті достарымдар, сіздерге бәріңізге рахмет. Ең бастысы сіздерге денсаулық, шығармашылық бәріне. Еліміздің бетке ұстар азаматтар болыңыздар. Әрқашан еңселеріңізді көтеріп, сіздерге бақыт тілеймін әрқашан. Қоштасар уақыттың жеткеніме, сынаптай сағаттың өткеніме, сағынып жетермін елім саған.